Қайырлы күн баршаңызға. Өзбек халқының тағамы тұқым бөрек дайындаймыз. Ешқандай етсіз де дайындауға болатын өте дәмді тойымды кешкі ас. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін ұнға бір жұмыртқамызды және суға тұзымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Кейін оны ұнның үстіне қосып қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз не жұмсақ емес, қатты емес, орташа жұмсақтықта болып шығуы қажет. Және оны жарты сағатқа демалдырып аламыз да кейін нанымызды жаятын боламыз. Осы жұмыртқа бөрек деген тағамның дәмі ішіне сыр салып қойған вареники сияқты болып шығады. Өте дәмді, ерекше болады. Сіздер де жасап көріңіз. Әсіресе ет жемейтін балаларыңыз болса, осы тағамды жасап берсеңіздер болады. Ет жемейтін балалар көбінесе осы тағамды сүйсініп жейді. Дайын болған қамырымызды осылайынан етіп орап аламыз және пышақтың көмегімен ұзындау етіп кішкене жіңішкелеу етіп барлығында кесіп аламыз және кесілген қамырларымызды бір-бірінің үстіне осылайынан орналастырып жайып шығамыз. Енді осы жайылған қамырымызды кесетін боламыз. Ең алдымен шетіндегі кішкене түзу емес жерлер болса кесіп алып тастаңыздар және қамырды осылайынан екіге бүктеп аламыз. Сол екіге бүктелетіндей ұзындықта етіп, барлық қамырымызды бірдей ғып кесіп шығамыз. Дәл осылай етіп, қалған қамырларымызды да бірдей ұзындықта өлшеп барлығында кесіп шығатын боламыз. Енді дайын болған осы қамырларымыздан біз қалташа жасайтын боламыз. Ол үшін қамырдың ортасына кішкене ғана ұн сеуіп жібереміз және бізге осындай таяқша қажет болады. Бұл таяқша қарапайым су шешетін таяқша. Осы таяқшаның көмегімен біз қамырымыздың екі шетін жапсырамыз. Кішкене ғана басып жүрсек болды, екі шеті жабысып қалады. Бізде дәл осындай қалташа шығу қажет. Ұнды қамырдың ортасы жабысып қалмау үшін кішкене ғана сеуіп жібереміз және бүктеп екі шетін жабыстыратын боламыз. Дәл осылайынан етіп, барлық қамырымызды жабыстырып шығамыз. Біздің процесімізді кішкене тездету үшін барлық қамырымызды жайып алып, және барлығының ортасына ұн сеуіп алып, одан кейін барып екі шетін жабыстыра берсек болады. Осылайынан істеген кішкене жылдамдау болады. Барлық қамырымызды осылайынан дайындап алдық. Енді келесі кезекте біз салмасын дайындаймыз. Салмасына жұмыртқаны жарып ыдысымызға салып аламыз және оның үстіне сүтпен сұйық май қосып, тұзымызды қосып, барлығында араластырып аламыз. Келесі кезекте дайын болған салмамызды ыңғайлы ыдысқа құйып алуымыз қажет. Ол үшін осындай қара шай қайнататын кішкентай шайнекті пайдалансаңыздар болады. Салмамыздың барлығында осы шайнекке құйып дайындап аламыз. Келесі кезекте қайнап тұрған судың үстіне бір ас қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және осы қалташаларымызды алып, ішіне салмамызды саламыз. Салмасын құйып, бетін жақсылап жабыстырып аламыз да, судың ішіне салып қайнатамыз. Шайнек кішкене ыңғайсыздау болғаннан кейін осындай сүт құятын ыдысқа ауыстырдым. Өте ыңғайлы екен. Сүт құятын ыдысты пайдалансаңыздар да болады. Осылайынан барлығында қалташаның ішіне құйып бетін жақсылап жабыстырып, суға салып 4-5 минуттай қайнатып аламыз. Осы қалташаларды 10 штуктан салып қайнатсаңыздар болады. Осылайынан ішіндегі жұмыртқасы піскенше 4-5 минуттан қайнатып алатын боламыз. Піскеннен кейін барлығында тарелкамызға сүзіп аламыз және дайын болған тағамымыздың бетіне сары май қойып, бетіне сары май жақсаңыздар, одан да дәмді болып шығады. Осы өзбек халқының ұлттық тағамын сіздер де дайындап көріңіздер және менің видеомды қолдап лүпіл басып, пікірге өз ойларыңызды қалдырып кетіңіздер. Және міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Осы тағамның бетіне кез келген ас көп сеуіп қойсаңыздар болады. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.